Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге Қарлығаш әулие деген мәтінді айтып беретін боламын. Яғни Төле би аталарыңыз Қарлығаш әулие деп неғып аталғанын білетін боласыздар. Ал ендеше мен бастаймын. Кеттік. Жоңғарлар шабуыл жасапты Қазақстанға. Сол кезде Төле би атамыз киіз үйін жықпапты, қасиетті жұртын қимапты. Жоңғар қолбасшысы келіп, Төле би атаның көшпеуінің сырын сұрайды. Сол кезде Төле би ата былай дейді: менің шаңырағыма бір бейкүнә Қарлығаш ұя салып еді. Ол кезінде кемені құтқарған, бір баланы жыланнан құтқарған. Мен ол Қарлығаштың балаларын жылатып, үйін бұзып кеткім келмейді, дейді дана Төле би. Сөйтіп, жоңғар қолбасшысы шын әулиенің өзі екенін деп, өзінің әскерлерін қайтарып, артқа шегіндіріп кетіп қалады. Ал ендеше бұл мәтін ұнады ма сіздерге? Мәтініміз аяқталды. Төле би атамыз осылай Қарлығаш әулие деп аталған екен. Ал екінші Қазбек биді күттіңіздер. Всем пока-пока!